Мудрый, сдержанный, терпеливый и трудолюбивый. Недиму Хартбаба 86 лет. Он родился в 1938 году в Джанкойском районе в селе Харангыт в семье Асана Тасина и Мафузе Халиль. Біздің көй бағалан көй түгіледі. 45 елі Құрантағы көй еді. Бір дәне құй бар еді. Су кетереді әркезге. Үйде хозяйствода бір 25-30 дәне қойымыз бар еді. Bir tane sıyır, bir tane de at var edi. Mektepke tabi barmay edim. Okkupatsiya vaqtida mektebimiz işlemeydi. Qorantada 4 bala edik. 18 мая 1944 года. Страшная депортация не миновала и семью Недима Тасинова. Ему тогда было 6 лет. Kapını kakıp, biz de yıkılaydık, uyandılar. Tez bolunuz, kiyininiz. Kaydadır alıp ketecekler bizim dedi. Kayda keteceğim bile bilmeyin. İşini alıp keteler. Bu предатель dedi, tamam. Neni predavать etkemiz, kimini. Anam sandıkta şeylerin esini algan eken. Çünkü akaylarını Trudarım edip aldılar da başta. Выселкадан aldım. Babam da alıngan edi. Для воинской службы негодный болса да алған еділер. Соны үйге барып келмеге разрешение алған, бір тұтқан жібергендер. Білмеймін, специально жіберділерім, өздері жіберділер ме. Шайды бұл келген еді, бабам өздерімен барабар шықты бақтымызға. Ана шуман баяғы пішілер алғанымыз. Сиырын салмай ет ұштыра алмағанlar. Сиыр артымыздан маңырап қалды. 4 детей. Отец, мать и бабушка. Семью Недима Тасинова, как и весь народ, ждала долгая, изнурительная дорога в товарных вагонах, в которых, казалось бы, невозможно выжить. Некоторые эпизоды и слова Недиму Хартбаба не удается вычеркнуть из памяти и по сей день. По вагонам деген сөз құлағымда тұра. Қалып түше, пішелер пішірмек керек ме, шай қайнатмақ керек ме, қазанаса. По вагонам дегенде ет ұштыра алмаса қалып кете. Через 18 дней семья Недима Хартбаба прибыла в Кашкадарьинскую область Узбекистана. В первые годы депортации от невыносимых условий жизни, голода и болезней крымские татары погибали целыми семьями. Потерял самых близких и Недим Тасинов. Qorantamdan Edem ağamma, İsmet kardeşim, Allah'ın rahmetine bulsunlar. Kışka kırmızdan ölüyorlar, hastalandılar. Bir үшін өйтіп ішмей жатқанбыз hepsimiz. Babam только аяқсына қалған. Babam сапожникмен деп кірген, сапожник болмаса да қолы келеш екен. Ана ол біздің құтарды шо сапожниклікімен. Жанымыздың құтарды ашылықтан. Қарт анам да өлді айтқандай шо 3 кіші қасталықтан қышқа кірместен өлдір. Мезар бұл ерден түгіл, мынау дейді бұл бені. Күші оған қазымаға. Ана оны бек шакал көп еді өмәлі, шакалға ашап кете. 2-3 күннен қарасаң, оны жоқ. Мекта, шакалға ашай. Недим Тасинов трудился вместе с отцом. Чтобы прокормить семью, он брался за любую работу. Выжить и выстоять крымско-татарскому народу помогло не только трудолюбие, но и единство. Сонда өзбек маған айтты. Сіз деді, итtifақ қалқысылар деді. Бір онасын способный біздің халық. Бір өзбек севал берді маған. Мағату бір кішіге. Мен хайранмын дей. Шашаман деген, хайранман деген. Сіздің халқына способный, рабочылығын дете, начальниклігін дете, басқа шейін дете. Нешін сіздің девлет? Сүргіні кетті дей. Нешін етecek деймін. Біздің батарымыз керек еді. Соның үшін сүргіні кетті. На чужбине Недим Тасинов жил воспоминаниями о родине. Все напоминало о Крыме. Сағына, әбетте сағына едік. Бір өмәлде кинодан алдын киножурнал көрсетеділер. Киножурнал, второстепенный işçilerin. Сын кино başlaydı. Bu kinoға барсам, Қырымны көрсетсер болады. Қырымның бақшалары, алмалары. Көздерім торланды сонда. Көйіміз, ақылымызға түсті шындай болады. Evet. Vatandan nasıl çıkardılar ya? Anlamaya kaldık. Barvansın da қайтарымыз деп umut ettiler. Недим Тасинов впервые вернулся в Крым в 1970 году. Это событие он вспоминает с волнением.
Самолеттен түшкенмен қарап тұрдым, аңқайып қаламын. Жүрдейді артындалар. Ояқ бұяқа қараймын. Қоқысы башқаша болады, қоқысы. Өшпелерін көремін, топырақын қараймын, қара топырақ. Сабан еткен, трактор жүрген топырақ ялтырап тұрады. Алайсын, алай картина башқа келе, руминер вақыттары нелері келе, бомбалаған вақытта қолыма келе. Еркесінің ең алдында окоп болады, кеше бомбалайлар. Ватан дойғысын дейді. Қырым үшін бізге ватан. Жан көймі о, дағының үшімі о, ял бойымы о, алай бізге ватан. В возрасте 25 лет Недим Тасинов женился на Фатиме Исмаиловой. Вместе они уже долгих 59 лет. Она подарила ему 5 детей. Своим детям они с рождения прививали любовь к родному языку. Мечтая вернуться в Крым, семья Недима Тасинова знала, что сладостнее родной земли в мире нет. В 1988 году семья вернулась в Крым и обосновалась в селе Мушаш Карасу-Базарского района. У них 15 внуков и 19 правнуков. Единственное, о чем они мечтают, чтобы в каждой крымско-татарской семье говорили на родном языке. Үйде ана баба баласынан өз тіліне лап етмесе, о тіліне жоқата жауы. Әне жоқалай жатыр. Бір екіншіден халқың өзі суй. Балдарын қайсы тілді оқи фарқы жоқ. Ана бұл ярамайши. Безразличный болып өсі жатыр поколение. Құрымға келу күреші 30 жыл зевам еттім, не қадар етті. Оның қадірін етмек керек. Ватан үшін келдік.